Ассалаумағалейкум. Қалай амансыңыздар ма көрермендер, денсаулықтар жақсы ма? Біз әдеттегідей тегін сабақ группасы дегенді бастаймыз. Бұл тегін сабақ группасына кімдер қосылу керек? Бұған Қазақстандағы барлық азаматтар қосыла алады. Жасы 18-ден 70 жасқа дейінгі аралықтағылардың барлығы қосылып, осы сабақты көруге болады. Зейнеткер болды, мейлі жұмыстан шығып қалған болды, жұмыста жүрген болды. Оған ешқандай айырмашылығы жоқ. Күніне сағат 2 сабақ көрсеңіз, әжептәуір кәсіпкер болып шыға аласыңыз. Бірақ сабақты ыждахатты түрде қайта ерінбей көру керек. Бір күн, 2 күн, 1 апта сабақ көрген, мен сабақ көрдім, енді ары қарай табысқа шығамын ба деп айтуға болады. Бірақ ондай табысқа шықпайсыңыз. Сабақты көресіңіз, ыждахаттайсыңыз, тыңдайсыңыз. Содан кейін ары қарай ұстаз барлығын өзі сіздерге түсіндіреді. Түсінгеніңіздің бойынша егер жалқауланбасаңыз, ары қарай табысқа шығып кете аласыңыз. Қазір жас семьялар көп қой, ер адамдар жұмыс жасайтын шығар, жолдастары баламен үйде отырған шығар, жұмысы жоқ шығар. Сондай қыз-келіншектерге мынау өте керемет жұмыс. Күніне үйдің шаруасын бітіріп болғаннан кейін телефонмен басқа сайқымада көргеннің есесіне осы сабаққа тіркеліп сабақ көрсеңіз, әжептәуір кәсіпкер болып ары қарай ақшаға шығып кете аласыңыз. Бұл үйге ақша кіріп тұратын болса да қосымша сізге ақша болады. Соның үшін ерінбей сабаққа тіркеліп сабақ көрсеңіз, өзіңізге де жақсы ғой. Біздердің айтып жатқан деревіміз, Қазақстанда жұмыссыз адам болмас екен, жұмыссыз болса да ақшасыз адам болмас екен. Солар осы сабаққа көріп тіркеліп сабақ көрсе екен, ары қарай кәсіпкер болып ақша тапса екен деген оймен біз айтып жатырмыз. Тыңдағандарың үшін рахмет. Егер қосыламын десеңіз, мен төменге WhatsApp нөмірімді қалдырып кеткенмін. Соған өздерің қосыла берсеңіздер болады. Жоқ, қосыла алмаймын десеңіздер, WhatsApp нөмір тастап кетсеңіз, мен өзім тегін сабақ группасы дегенге қосатын боламын. Тыңдағандарың үшін рахмет. Ұмытылып қалғаны болса, және қайтадан айтып түсіндірермін.